Қадірменді тыңдармандар, әңгімені тыңдар алдында каналды қолдап, лайк, подписка басып отырыңыздар. Жаңа мұғалима сабақты өзгеше қызықты жүргізеді екен. Әсіресе орыс әдебиетінің пәні ертегі мен жырдай тартымды өтетін болды. Ақындар мен жазушылардың өмірінен әңгімелер айтып, оларды бүгінгі өмір шындығымен байланыстырып, мысалдармен байытып, оқушыларды бұрын болмаған әсерге бөлеп жүрді. Сөйтіп орыстың әдебиеті біздің сүйікті сабағымыздың біріне айналды. Тіпті оқу атаулыға желкесі жар бермейтін рақаттың ниеті де бұл пәнге шамалы бұрылғандай еді. Сынып жетекшісі ретінде де Людмила Васильевна жөні бөлек, жаны ерек, мейірбан жан болып шықты. Арада көп өтпей-ақ біз апайымызға бауыр басып, жақсы көріп кеттік. Ол кісінің сынып сағатын өткізуі де, оқушылармен қарым-қатынасы да өзгелерге ұқсамады. Сыныптағы 25 оқушының 12-сі қыз. Людмила Васильевна көбінде осы 12 қызды сабақтан соң алып қалып, жеке шүйіркелеседі, құпия сырласады. Қыздармен қай тұрғыда сөз болатын кім білген, ал ұлдармен әңгіме жаман әдетке үйір болмау, темекі тартпауға, анашаға жоламауға, қыздарды сыйлап жүруге арналатын. Көшеде жылаған бала көрсек уатып, қарт кісіні сүю керек. Әлсізді жәбірлемей, оларға қамқор қолын созып, қамқор болып жүрген жөн. Күші басымға жалтақтамаңдар, жағымпаз болып кетесіңдер. Қара күшке қарсы тұрар қашанда күш табыларын естеріңнен шығармаңдар дейді. Турасын айтқанда, ұлдар келешек азамат, отбасының ғана емес, елдің де тұтқасы. Сол міндетке осы бастан дайындалу қажет екен. Ұлдар өзгелерге үнемі үлгі өнеге болып жүрулері тиіс. Олардың адамдармен қарым-қатынасы, ішкі мәдениеті әрдайым жоғары болуы керек. Ол үшін ең бірінші жақсы оқу міндет. Жақсы оқу, білімді болу үлкен мәдениетке бастар жалғыз баспалдақ. Келешекте ондай оқушыдан парасатты, кісілігі мол, қайырымды тұлғалы азамат шығады. Мысалы, көшеде келе жатып түкірмеңдер, ол жаман әдет, ол үлкен әдепсіздіктің белгісі. Қарсы жолыққан кісіге көрмегенсіп сәлемдеспей өте шығу, ол да көргенсіздік. Қол ұсынып амандасып жүрсеңдер, үлкендер сендерге риза болсады. Тәрбиелі бала екен деп сүйсінеді, өркенің өссін деп батасын береді. Көп тілегі көл, қырықтың бірі қыдыр, бала батамен көгереді деген, ондай оқушыға міндетті түрде жақсы тілектің шапағаты тиіп жатады. Қысқасы, біздің бәріміз өнегелі ұядан ұшқан ұлағатты ұрпақ, еліміздің келешекте бетқұстар өскелең ұл қыздары екенбіз. Сондықтан әрқашан әдепті, мәдениетті болуға ұмтылуымыз керек екен. Ең бастысы, ата-анада, мектепте бере алмайтын тәрбиені біз көркем әдебиеттен алатынымызды білдік. Сол себепті кітап түсейіңдер, көп оқуға тырысыңдар. Кітап сендерді сұлулыққа баулайды, арманшыл болуға үйретеді деп Людмила Васильевна құлағымызға құюмен болған. Қалай десек те, көрікті сөз көкеге қонады екен. Сынып жетекшісі жібектей майда даусымен ауық-ауық қайталай берген соң, біздің де санамызға бірдеңе ұялағандай еді. Осылайша жүріс-тұрысымызға, мінез-құлқымызға өзімізде сыр ұқпаған әлдебір өзгерістер ене бастағандай болған. Әсіресе ұлдар жағы көше-көшені көбірек кеземіз, жолға жиі шығамыз, демалыста ұзақ түгін теңіз жағасын тентіреміз. Қарсы жолыққан үлкенге танымасақ та бас изеп сәлем береміз. Таныс адамдарға анадай жерден қолымызды ала жүгіреміз. Бұрын бізде мұндай ізетті байқамаған үлкендер жағы бар бол шырағым деп жылы жымиып қуанысып қалады. Қатты риза болған қара құлақ қариялар, кімнің баласысың, атың кім деп сұрайтын шығарды. Шырағым-ай, әлгі өзіміздің жақайым Әбдіғазының ұлы екенсің ғой. Әкеңе сәлем айт, сендей әдепті ұл өсіргеніне рахмет деп қол жайып батасын беріп жатады. Әрине, қара шаруадан қол әсте босамайтын әке жазғанның дәл осы мәселеге ешқандай қатысы жоғын ол кісілер қайдан білсін. Бәрін үйретіп баулып жүрген біздің сүйікті ұстазымыз Людмила Васильевна ғой. Сабаққа дайындалып біткен соң, бірде кешқұрым мені ертіп рақат тағы да әдеткі түлкі жортуылына шыққан. Бағыт қаланың түстік қиыры, құм жиегіндегі сол баяғы Райхан үйінің маңайы. Мен пақырдың шалғайдағы ол жаққа әсте барғым жоқ, бірақ рақаттың алып ұшқан көңілі қимаймын. Сол бір шынтақтай қара қызда нендей қасиет барына ақылым жетпейді. Әшейінде төбелессе ұратын, күрессе жығатын тентек рақаттың Райхан десе жүзі жайнап, көзі ойнап, сәттің арасында түрленіп шыға келетініне қайранмын. Біз Райхан жаққа қаланы көктей өткен асфальт жолмен аяңдап барамыз. Басқа көшеде ондай даңғыл жол жоқ. Олардың бәрі
қиыршақ тас пен құмарала сатпақ соқпақтар. Ал мынау асфальт болса қала шегінен де ұзап шығып, арғыдағы айдынды шығанақты айналып кетеді. Одан арғысы алыстағы тұңқима түбекке барып тіреледі. Түбекте әскери бөлім тұр. Ол жаққа бөтен адам түгіл адасқан малды да жолатпайды. Бірақ былтыр атамен түнделетіп ауылдан келе жатқанда мен сол тұстан ажылдап гүжілдеп шыққан бірнеше танк, дәу зеңбіректер сүйреткен машинелерді өз көзіммен көргенмін. Шарқыратып бізге асфальт жол салып жүргендерде сол әскерилер. Қала сыртындағы шығанақ бұрынырақта шалқыған теңіз еді. Қазір олды тартылып қашып сасыған сор батпаққа айналып барады. Баяғыда мен мектепке әлі бармай тұрған кезде қала іргесіндегі жағажайда тыраң-тыраң суға шомылып шапқылап құмда ойнаушы едік. Қазір ол теңізде көзден бұлбұл ұшып айналасы 5-10 жылдың ішінде көз көрімге ұзап кетті. Әдеттегідей Райханның үйіне жету үшін біз қаладан шыға бере асфальт жолды тастап кілт оңға қарай бұрылып кететін едік. Содан тағы біраз жүрген соң Құмшағылдың төбесіне өрмелеп қыздың төмендегі Қарашайын аңдитынбыз. Қыздың үй дуалмен қоршаулы, шағыл биігінен аулаш алақандағыдай ылғи да шам жарығымен жарқырап тұрады. Мен бүгін Райханмен кездесетін болып келістім деп, Рақат қаймақ ернін қисайтып ыржың-ыржың етті. Қыз жұртының сезімімді селт еткізбес жастамын. Сондықтан досымның бұл ыржыңын мен ұқпаймын. Ұқпасам да ырқына көніп қосыла жымиған боламын. Көңілім қимай, мінекей бүгін де борсаңдап еріп келе жатырмын. Мен Райханмен сөйлескенде сен былай көрінбей тығыла тұр, жарай ма? Жарайды. Асфальт жолдан шығып Райханның үй жаққа бұрыла бергенде Рақат иығымнан ұстап тоқтатты. Өзі көшенің келес бетіне мойны созып телміріп қалыпты. Анау талдың түбінде Людмила Васильевна тұр. Мен жүре берейін, сен барып сәлемдесіп қайт, көрмегенсіп өте шыққанымыз ұят болады, деді. Жарайды. Алагеуім шақ, жолдың арғы жағында ағаштың қараңғылау тұсында ағараңдаған көйлекті мен де анық көрдім. Рақат бар деген соң тілге келгенім жоқ, солай қарай бүкеңдей жөнелдім. Жақындап келсем, қашаға сүйеніп екі кісі сүйісіп тұр екен. Біреу Людмила Васильевна, екіншісі бөтен бір әскери адам, офицер, лейтенант. Бала болсақ та шүкір, әскерилердің шен-шекпенін айыра білеміз. Офицер бойшаң екенде мұғалиманың өкшесі көтеріліп кетіпті, тіпті жерге тимей тұрды. Аппақ көйлегі боз селеудің өксіндей желбіреп, жұмыр балтыры тоқ санына дейін жарқырай ашылып қалыпты. Тура қасына келсем де, бір-біріне жабысып қалған екеуі мені байқар емес. Мен жайлап өзімнің мұғалимамды мықынынан қақтым. Сәлеметсіз бе, Людмила Васильевна, дедім. Екеуі құшақтарын жаза бере екі айырылып кетті. Мұртын сыланған сырбаз офицер осқырына төмен қарады. Сәлеметсіз бе, Людмила Васильевна, естімей қалған шығар деп, қозыдай жаутаңдап мен сәлемімді тағы қайталадым. Сәлем мет болсын, Әбдіғазиев. Людмила Васильевнаның әуезді жібегіні бұл жолы үкінің үхіліндей ентігіп шықты. Амандасу рәсімі біткен соң мен аялдаған жоқпын, бұрылдым да өз жөніме жүріп кеттім. Қарасам, Рақат зақтап безіп барады екен. Әзер қуып жеттім. Ішім басып, мені шұқып көрсетіп сақ-сақ күле береді. Бір нәрсені бүлдіргенімді, ағаттық жасап мазаққа қалғанымды сонда ғана түсіндім.